Алтын доп арнасының алтындай достары, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Ең жақсы спорттың жанкүйерлері, бүгін жаңалық деген жетеді. Асықпай шайды қойып көретін жаңалықтар көбейді. Бірінші алдыңғы ойындарда дебют жасаған ойыншылардың ойыны жайлы да талқылап өтейік. Мбаппе айтады, мен Реал Мадридқа үйреніп болдым, менің үйім сияқты, әріптестерімнің бәрі бауырларым сияқты, енді голды топырлатамын дейді. Ал енді голды топырлатып тастаған кешегі Барселона жайлы да айтатын боламыз. Неймар амалсыздан Аль-Хилальдан кететін болады. Неймардың ерекше бір жаңалықтары бар. Негізгі жаңалық, Станислав Черчесов Қазақстан ұлттық құрамасынан ресми түрде кетті. Жалпы жаңалық көп, осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып қойсаңыздар, біз өте қуанышты болар едік. Қолдап жүрген достарға алғыс айта отырып жаңалықтарымызды бастаймыз. Кеттік. Достар, енді біз дебюттар жайлы айтайықшы. Бірінші дебют Хвича Кварацхелия жайлы айтайық. Хвича Кварацхелия Реймсқа қарсы ойын өткізді, және де Хвича Кварацхелияның дебюті алғашқы ойыны жақсы өтті деп айта аламыз. Себебі бір голдық пасты өзінің еншісіне жаза білді, келесі алып бірінші ойында. Енді Хвича Кварацхелияның өзі айтты, бізде мүмкіндіктер болды, жеңіп алуға да мүмкіндіктер бар еді, бірақ пайдалана алмадық. Енді ары қарай жұмыс жасай береміз деді. Ары қарай жұмыс жасай береді. Хвича Кварацхелияға Луис Энрике бапкердің өзі де риза, және де ол енді үйренісіп жатыр, енді стадионмен танысып жатыр, енді ойыншылармен танысып жатыр. Бір-бірінің ойынын түсінгеннен кейін Хвича Кварацхелия топ ойыншы болады деп өзінің бағасын да берді. Ал Манчестер Ситидің да жаңа ойыншылар жайлы айта кетейік. Ойынға шыққан Абдукадир Хусановтан бастайық. Абдукадир Хусанов бастала салып бір қателік жіберді, сол қателігінен қақпаға гол кірді. Одан кейін бірден араға 2-3 минут салып сары қағаз алып қалды. Хусанов бұл қателікті кәдімгідей сезінді. Кеше мен өзім қарап отырып, шыны керек өте қатты ауыр болды Хусановқа. Бірақ ойнап берді, одан кейін жақсы ойнады, Джексонды қандай тоқтатып тастады. Жалпы жинақтала білді Хусанов. Және де Пеп Гвардиола екінші таймның басында ауыстырды Хусановты. Бірақ Пеп Гвардиола айтты, Хусановқа деген сенімім мол, ол өте мінезді ойыншы екенін кеше көрсетті. Кеше жинақтала білгенінің өзі ол оның мінезін көрсетеді, және де мен оның болашағынан үлкен үміт күтемін. Біз Хусановпен сөйлесеміз, бәрін реттейміз. Бұның бәрі Хусановқа сабақ болады, бұның бәрі тәжірибе деді Гвардиола. Енді Хусановқа сенім артып отыр, бастысы бапкердің сенімі. Пеп Гвардиолаға да рахмет, сағын сындырған жоқ, және де өзінің сенетінін айтты, және де біз де Хусановқа сенеміз. Келесі матчтарда, келесі ойындарда кәдімгідей сенімділікпен ойнайды, жұлып алады, негізгі орында да, негізгі құрамда да қалады деген сенім бар. Хусановқа біз тек қана сәттілік тілейміз. Шынымен де өзіміздің ағайын бауыр, өзбек бауырымыз. Ертең осы Хусанов барлық біздің ойыншыларға да, жалпы осы Азиядағы ойыншыларға есік ашып беретін ойыншы ғой. Сондықтан да біз Хусановқа тек қана сәттілік тілейміз. Ал Хусановпен бірге өздеріңіз білесіздер, Омар Мармуш та Ситидің тарапынан алаңға шықты. Омар Мармуш енді мүлдем сәтсіз ойнады деуге келмейді. Бір голды да салып үлгерді, бірақ та офсайд болды. Ал енді Омар Мармуштың жылдамдығына да қазір Манчестер Ситилар үйрене алмай жатқан шығар. Ертең Омар Мармушпен де тіл табысып ойындар жарасып жатса, Мармуш та тамаша трансфер екенін кеше байқап қалдық Манчестер Ситида. Және де Манчестер Сити кешегі ойынды камбэк жасады, 3-1 есебімен ұтты. Манчестер Ситидің да жаңа ойыншыларына сәттілік тілейміз. Килиан Мбаппе жайлы айтпасақ болмайды. Килиан Мбаппе хэт-трик жасады Вальядолидқа қарсы ойында. Килиан Мбаппе Реал Мадридта хэт-трик жасау үшін 19 ойын қажет болды, 19 ойын жеткілікті болды. Криштиану Роналду да 19 ойында Реал Мадридқа келгелі хэт-трик жасаған екен, алғашқы хэт-тригін. Сондықтан да Роналдудың ізбасары деп қойсақ та болады. Және де Килиан Мбаппе өзінің хэт-тригін былай деп сұхбат берді. Мен өте қуаныштымын алғашқы Реал Мадридтағы хэт-тригім үшін. Және де Реал Мадридтің жеңгені үшін одан да қатты қуаныштымын. Реал Мадридта ойнадың ба, тек қана жеңістер үшін, кубоктар үшін ойнау керек деді Килиан Мбаппе. Және де Килиан Мбаппе барлық жанкүйерлерге айтты, менің адаптациям аяқталды бұл клубқа деген, яғни менің үйрену уақытым аяқталды, мен үйрендім, сіңістім. Осы клубта жалпы ойыншылардың жанында мен өзімнің үйімдегідей сезінемін. Енді ары қарай тек қана баса беру керек деп тұр Килиан Мбаппе.
Ал енді тағы да бір шабуылшы бар Реал Мадридта, ол Эндрик деген жас бала. Эндрикті Реал Мадрид ешқайда да жібергісі келмейтіндерін айтты. Эндрик Реал Мадридта болғанда ғана жақсы дамиды дейді. Енді бұл сөзге екі тарапта қарауға болады. Эндрик кәдімгідей жоккер сияқты шықса ойынды жасайды, голды салады, көмегі тиеді, өте талантты ойыншы. Енді Реал Мадридта отыра берудің не қажеті бар? Егер Реал Мадрид қатты алысқа жібергісі келмесе, қимаса, осы Ла Лиганың ішінде бір клубқа жалға беріп қойса, болар еді, өзінің ойынын ары қарай дамыта берер еді. Ла Лигада Эндрикті алғысы келетін клубтар жетерлік қой негізі. Сіздердің ойларыңыз қалай? Эндрик жалпы орындықта отыра бергені жақсы ма? Немесе жалға барып бір жерде ойынын дамытқаны жақсы ма? Ол Реал Мадридтің орындығында отырды не? Өзі кешегі қарсыласы Вальядолидтің орындығында отырды не? Ешқандай айырмашылық жоқ. Сондықтан да оған ойнау керек, ойын уақыты керек. Эндриктің да сұрап жатқаны сол. Тоттенхэм ойынын көрсең жылағың келеді ғой, жылағың келеді. Тоттенхэм, мен Тоттенхэмнің жанкүйерімін, сондықтан да жылағым келеді да. Енді сіздер күлкілеріңіз келетін шығар. Мен кәдімгідей жылағым келеді. Ана кеше Лестерға қарсы ойынды көрсең, масқара. Жарайды. Тоттенхэмда жарақаттар бар. Бірінші содан басайықшы. Жарақаттар бар. Мына тізімді шығарсам қазір таңғаласыздар. Мына тізімдегілердің бәрі негізгі ойыншылар, негізгі құрамның ойыншылары ғой. Осының бәрі жарақат алып жатыр. Бірақ кешегі ойын кімнің кінәсі? Кешегі ойын таза Постекоглудың кінәсі, бапкердің кінәсі. Кеше бірінші тайм Лестерді жеңіп шығады үзіліске, келеді да 4 минутта 2 гол жіберіп алады. Ол бапкердің кінәсі. Бапкер кубоктарда ойнап жатыр, Лига Европада ойнап жатыр, АПЛда мүлдем жоқ. Және де Постекоглу көбінесе осы жарақаттарға әңгіме айтады. Шығады, біздің балалар жарақатта, анау мына ойын жетпей жатыр, бүйткен де сөйткен. Тен Хагтың әңгімесі, Тен Хаг та мынандай әңгіме айтып қалған шығар енді. Жалпы сондай әңгіме айта береді. Жоқ, жарайды, сен бір Арсеналға ойна, сен Манчестер Ситиға ойна, сен Ливерпульға ойна, сен бір топ деңгейдегі командаларға ойна да жарақатпен әңгіме айт. Қазір мына Эвертон, Лестер деген сияқты ойыншыларға, қазіргі ойыншыларда жетеді ондай клубтарға ойнап тастауға. Бірақ жоқ, Постекоглу тағы да сол әңгімені айтып отыр. Постекоглудың жалпы ұзақ мерзімі қалмадау. Осы алдағы Ливерпульмен кубоктағы ойында жеңіледі. Қазір жеңетініне мүлдем сеніп тұрған жоқпын. Қазіргі Ливерпульді қараңыздар, қазіргі Тоттенхэмді қараңыздар. Және де сол жерден ұшқаннан кейін Постекоглу да орыннан ұшатын шығар. Кеткені де дұрыс сияқты. Және тағы да бір айтатын мәселе, Сон Хин-мин мүлдем ұнап жатқан жоқ. Сон Хин-миннің деңгейі мүлдем өте нашар деңгейге түсіп кеткен. Қазір Тоттенхэмда екі-ақ топ игрок бар. Оның бірі Кулисевский, бірі Мэдисон ғана қалған сияқты. Және де қорғаныстағылар жарақат алып жатқан, сол Ван де Вен, Ромеролар керек-ақ қазір. Ортада солар-ақ. Білмеймін. Тоттенхэмнің басшылары не қарап жатыр? Неге топ ойыншылар алмайды? Неге қарап отырады жеңілгендеріне? Түсінбеймін. Күйесінде Тоттенхэмнің бапкерінің де кетуіне өте аз уақыт қалды. Манчестер Юнайтедтің аңызы Антони ресми түрде Бетистің ойыншысы атанды, Бетисқа келді, бұны хабарлады, Бетистің өзі хабарлап жатыр. Енді Антониға не істейміз? Біз тек қана сәттіліктер тілейміз. Антони негізінде әлі жас, әлі перспективасы бар. Егер осы Бетиста жақсы ойнап кететін болса, ары қарай қайтадан өзінің мансабын жақсылап құрып алуға мүмкіндігі бар. Енді Реал Бетис жалпы бұл ойыншыны тек қана жалға алды, сатып алу құқығынсыз. Манчестер Юнайтедтің позициясы, ұстанымы түсінікті. Егер де Бетиста Антони ашылып жақсы ойнап кетіп жатса, басқа клубтардың көзі түссе, қандай да бір ақша алып қалсақ, жақсы ақшаға саталсақ, ең болмаса өзіміз алған ақшаның жартысына саталсақ деген ойлары бар. Аякста өте тамаша ойын өткізген болатын. Бұл Антони Манчестер Юнайтедқа келіп түкте істей алмай қалды. Манчестер Юнайтедте бар бітірген нәрсесі прикол болу, одан басқа ештеңе де бітірген жоқ. Және де біз Реал Бетиста Антониға сәттілік тілейміз. Антони қайтадан ойнап кетсе тамаша болар еді. Аякстағы Антониді көрсек қандай ғажап болар еді. Егер де дәл сондай ойын көрсететін болса, Реал Бетистің да Антониді сатып алуға шамасы жететін клубтардың бірі. Ал енді кешегі Барселонаның ойынына тоқталмай кетсек, ұят болады. Енді бұны айтпай кетсем кәдімгідей какай болып қалатын сияқтымын. Сондықтан да айту керек, Барселона кеше лайықты түрде жақсылап тұрып жазасын беріп жіберді Валенсия клубының. Бұл ойында енді Валенсияның қорғанысы тесік бас, Барса келеді, есік аш деген сияқты ойын өтті. 15 минутқа жетпей 3 гол салып жіберді. Ламин Ямал бастады ғой бәрін. Тағы да сол Ламин Ямалдың сұмдық пасынан басталды. Бірінші гол кірді 3 минутта. Және де Ламин Ямал одан кейін
өзінің пасын беріп болғаннан кейін мазақтауды шығарды Валенсияның ойыншылардың қайта бұтынан өткізіп, оған Валенсия емес Барсаның ойыншылары таңғалып басын ұстап жатты. Және мына масқарадан кейін 3-ші гол кірді. Кеше Ламин Ямал өте жақсы ойнады. Және де Ханси Флик өзі ең көп гол салатын бапкерлердің бірі болып кетті ма, бірдеңе болды. Ханси Флик кәдімгідей қойып тастады. Мектептегі балалар мен мемлекеттік клубтарды миын ашытып жатыр ғой, шашып жатыр, быт-шыт қылып жатыр. Жалпы Ханси Флик 32 ойында 101 гол салып тастаған екен. Бұндай жағдай Гвардиоланың кезінде болған, одан кейін болмаған. Ханс Флик жасап тастады. Және де Валенсияға өте қатты жаным ашыды. Кеше алдыңғы болашағына да жаным ашып кетті. Неге? Өйткені болашақта алдағы уақытта кубоктық деңгейде жеребеде осы Валенсия Барсаға түскен болатын. Ертең тағы да Барса жазасын береді кубоктық ойында да. Енді Барса әзірге 3-ші орында Ла Лигада, бірақ мынандай қарқынмен білмеймін, енді соңына дейін таласатын болады. Ла Лига өте қызық аяқталатын сияқты. Осы маусымда Атлетико Мадрид та қатарда өте мықты деңгейде ойын көрсетіп келе жатыр. Барса да Реалда тамаша ойын көрсетуде. Және кешегі мына керемет ойын үшін Барсаның жанкүйерлерін бір құттықтап қойсақ болады. Бай, бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт деп басталатын тақырып қой. Кәдімгідей бүгін менің көңіл күйімді ешкім сұрамайтын шығар. Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы бас бапкері десек те болады. Қазір Станислав Черчесов Қазақстан ұлттық құрамасынан кетті. Ресми түрде бұны Қазақстан ұлттық құрамасының футбол федерациясы жариялады. Келісім шарт өзара екі жақты келісіммен тоқтатылды. Черчесовтың статистикасын айта кетсек, айтпай қойсақ та болады, айта салайын жарайды. 2024 жылдың маусым айында келіп Қазақстан ұлттық құрамасын тізгіндеген 6 ойын өткізіп 1 ұпай жинаған екен. Норвегияға қарсы өздеріңіз білесіздер. Енді мынандай нәтижемен орнынан кету заңдылық қой. Енді не істеп отыр, не қарап отыр деп бәріміз де айттық. Шынымен де орнынан кетті. Дұрыс. Не күтесің, не үміт күтесің, болды ғой. Бәрі белгілі, көрдік, ойын жоқ. Ұлттық құрамада жігер жоқ. Және бұнан бөлек Қазақстан ұлттық құрамасының жалпы жаттықтырушы штабының бәрі кеткен екен. Бұл да ресми ақпарат. Өте дұрыс. Қазақстан ұлттық құрамасын енді бәрін жаңадан бастау керек. Баяғы жігер, қайрат ойынның бәрін қайтаруымыз керек. Бүгін бізде осындай тамаша жаңалық. Ендігі кезекте футбол федерациясы Қазақстанның жаңа бапкерді қарастырып жатыр. Қазір үміткерлерді қарастырып жатыр. Енді Қазақстан футбол федерациясына қателесуге болмайды. Енді таңдауды өте дұрыс талғаммен жасау керек. Және де біз сенім артамыз. Қазір Қазақстан футбол федерациясында үлкен өзгерістер болып жатыр. Және сол өзгерістер дұрыс оң нәтиже алып келеді деп сенеміз. Лай бұл не деген бақы. Күшті болып тұрғанды қарашы. Алда тағы бір жаңалық қалды, көріп тастайық достар. Неймар Аль-Хилальдан кететіні анық. Аль-Хилальдің өзі Неймар біздің деңгейде емес деп жатыр. Бапкердің өзі айтып жатыр. Және де тезірек құтылуға тырысып жатыр. Және Неймар да кетуге дайын сияқты соңғы ақпараттарға сүйенетін болсақ. Ал енді Неймарды басылымдар қайда қоспады? Бір басылымдар айтты МЛС-қа, Месси мен Суарестің жанына барады деді. Бір басылымдар айтты Барселонаға қайтып келеді, керемет камбэк болады деді. Соңғы басылымдардың бәрі ол өзінің еліне Сантосқа барады деп жатыр. Енді өзінің еліндегі Сантос клубы негізгі жоғары лигаға енді келіп жатқан клуб. Сондықтан оларда қазір Неймарды асырайтындай ақша жоқ. Осы мәселелер қазір талқыланып жатыр бұқаралық басылымдарда. Ал бір қызығы соңғы әлемдік деңгейдегі басылымдардың айтуынша Неймар сол Сантосты сатып алуға дайын дейді. Сол Сантосты сатып алатын болады деген ақпараттар шығып жатыр. Өздеріңіз ойлаңыздар, өзі клубты сатып алады, клуб соныкі, бірақ та сол клубта өзі ойнайды. Бұндай жалпы футболдың тарихында болмаған сияқты. Осындай керемет ғажап дүниені ұйымдастырып жіберуі мүмкін Неймар. Енді сіздер бұған сенесіздер ма, сенбейсіздер ма? Бұл бір қауесет пе екен? Немесе шынымен де Неймардың Сантосты сатып алатындай жағдайы бар? Егер шынымен қалап тұрса, қазір енді Аль-Хилальда ойнаған 5 матчына, 5 ойынына 150 миллион евродай алды. Қазір жағдайы өте жақсы Неймардың. Неймардың мансабы осылай Сантоста аяқталатын сияқты не болса да.
Достар, сіздерге айта кететініміз, қолдап жүргендеріңізге үлкен рахмет айтамыз, бізді қолдап жүрген достарға. Және де бұл жаңалықтар аз болып қалды ғой десеңіздер, біз сағат сайын, жарты сағат сайын жаңалықтар салатын телеграм арнамыз бар, сол жерге келсеңіздер болады. Топ ойындардың тікелей эфирлары, футбол жаңалықтары бәрі сонда. Бүгінге осы, тағы да назарларыңызға үлкен рахмет. Осы Алтын доптың YouTube арнасына жазылып қоюды да ұмытпаңыздар.